Анар жидегінің құрамында көптеген дәрумендер кездеседі. Олар А, В, С, Е дәрумендері, калий, йод, темір, кремний сияқты минералды заттар көптеп кездеседі. Анардың пайдалары: энергия беріп, шөлді және шаршағанды басады, денені, жүректі, асқазанды және тіс еттерін қуаттандырады, артериялық қысымды түсіреді, асқазанның қабынуын, ауыз жарасы үшін пайдалы. Иммунитетті көтеріп, қатерлі ісік жасушаларының дамуына кедергі болып, денені қорғайды. Қандағы холестерин деңгейін және қан қысымын түсіреді. Тамырдың бітелуін алдын алып, тамырларды ашады. Анар жемісі гемоглобинді көтереді, қан қысымын төмендетеді, гормон белсенділігін арттырады, инсулинді алмастырады, радиацияны шығарады, ағзадағы құрттардың көзін жояды, іш өтуді тоқтатады, ағзадағы қабынуды емдейді. Анар шырыны асқазан, бүйрек, бауыр, өт, диабет, анемия, қан тамыр аурулары асқынған кезде көмекке келеді. Сондай-ақ анар шырыны физикалық, лазерлік, химиялық терапия мен радиациялық сәулелер қабылдағаннан кейін ішкен жөн. Себебі анар шырыны емнен кейін ағзада қалып қойған зиянды қалдықтардың көзін жояды. Диетолог мамандар күніне 3 мәрте анар шырынына 1 ас қасық бал қосып ішуге кеңес береді. Бұл ем атеросклероз, анемия, жүрек ауруларының алдын алып, иммунитетті күшейтеді. Анар адам ағзасындағы кез келген дерттен айығуға жол ашады. Қан құрамындағы гемоглобин мөлшерін арттырып, иммунитетті күшейтеді. Анар құрамындағы минералды заттар ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін арттырады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.